Сәлем достар. Мен түсінемін, көбісіне қорқынышты мультиктер ұнайды. Бірақ мен оны жиі жасай алмаймын. Өйткені дофига мультик көрдік, бірақ дофигасы қалды. Алайда оны түсіну қиын болып бара жатыр. Кейде не болып жатқанын мүлдем түсінбеймін. Бірақ тырысамын. Ал кеттік. Не тапқанымды көрейік. Бірінші анимация аты Foxet. Басты ала салып, Эмили деген қызды көреміз. Сюжет бойынша ол шахтада жұмыс істейді. Әрине жанұясын асырау үшін емес, негізі ол түлкілерді құлдықта. Түлкілерге кішкентайлар не үшін керек, білмеймін. Кейін айтармын. Сөйтіп бір кезде Эмили қашуға тырысады. Терезеге келеді. Өз үйінің терезесі екен. Ол жерде анасын көріп, шақыруға тырысады. Алайда анасы өзін ғана көріп, қызды көрмей қалады. Ары қарай бір түрлі нәрсе болады. Қыз бір дауыстар естиді. Ол дауыстар түлкі мен анасынан естіледі екен. Алайда анасы ештеңе байқамайды. Артына қараса өз қызын көреді. Міне осы үшін қорқынышты мультик жиі шықпайды. Сөйтіп соңында анасы ештеңе байқамай, жаңа қызын мектепке шығарып салады. Ал өз қызын түлкілер артынан келіп ұрады. Немесе Эмилинді талдырып жұмысқа алып кетеді, немесе өлтіріп тастайды. Сөйтіп, анимация не жайлы? Біріншіден анимация жасалғаны. Бұл мультикті менсіз көрсеңдер, шынымен де қорқыныш сезіледі. Керемет атмосфера, музыкасы бар. Хоррорға керектің бәрі бар. Және ол стоп моушн. Хоррорға керегі де осы. Сюжетіне келсек, бұл жерде мағына әртүрлі. Әркім керегін табады. Алайда екі ой бар. Біріншісі қорқынышты түлкілер. Балаларды ұрлап жұмыс істетеді. Ол былай да түсінікті болды. Екіншісі қызығырақ. Метафора жағынан көрсек, әрине фонарикпен жүрген түлкі мүмкін емес. Және бұл жердің оформлениясы. Өйткені қыз терезеге келгенде оның арты қараңғы екенін көреміз. Ол шахта. Әрине ол үйі шахта немесе тауда болғаны емес. Солай болуы мүмкін шығар. Бірақ үй ішінде шахтаға ұқсас ештеңе жоқ. Мүмкін екі параллельді әлем. Бірақ неге түлкі? Оларды түрі деп қарамасақ, қыздың ішіндегі жаман ойлар да шығар. Мүмкін анимация ата-ананың балаларының түсінбеушілігін айтатын шығар. Қыз анасына күлімдеп бірге мектепке шығады. Бірақ ішіндегі проблемаларды айта алмайды. Өйткені естілмей қалатыннан қорқады. Сол үшін ішіндегі проблемаларды шығармайды. Ал басқа әлемдегі Эмили ішкі қорқыныш ішінде. Бетінде қорқынышы бар. Ал мына Эмили маска киіп күлімдеп жүреді. Мүмкін мағынасыз нәрсе айтып кеттім. Өздерің көріп шешіңдер. Келесі анимация мен жақсы көретін пластилин анимациясы. Ол тамырсыз жүрек деп аталады. Немесе сюжет бойынша екі бұзақы түнде тастанды үйге кіреді. Өздерінің сурет салу шеберлерін дамыту үшін. Сөйтіп бұл екеуі қандай адам екендерін көрсетеді. Бұл негізі сарказм, үй айдалада орналасқан. Бір кезде біреуі дауыстар естіп, есікті ашады. Бұл екеуі шынымен де ақмақ екенін көреміз. Жігітті әрине жауып тастайды. Өзінің досы. Не айтайын, қызықты пранк. Fatality. Біздің қалжыңбас бөлмеге не болады деп кіреді. Ары қарай өздеріңіз көріңіздер. Біраз уақыт өткенде күн жарық шашып тұрғанда екі кейіпкерді көреміз. Бұл кішкентай қыз және жас жігіт. Бір-біріне кім болып келеді түсініксіз. Аға қарындасы бола берсін. Бұлар не істеп жүргенін білмеймін. Бір кезде қыз көбелек қуалап үйге кіріп кетеді. Ішінде көбелек жоғалып кетеді. Бұл үйдің біртүрлі заттары осымен бітпейді. Ағасы айқайды естіп келсе, қыздың ағашқа айналып кеткенін көреді. Жүрегінің орны тесік екен. Терезеден бірдеңе қарап тұрады. Әрине бұны көріп, бәрі қорқар еді. Жігіт қызды қауіпсіз жерге сүйрей бастайды. Бірақ түк шықпайды. Терезеден қол шығып, жігітті ұстай бастайды. Алайда жігіт қолды жұлып алады. Қысқасы, қолмен жорсткі төбелес басталады. Ақыры жігіт жеңеді. Демалайын десе,
Оны қыз шошытады. Бөлмеге әлгі қуыршақ кіреді. Жігіт қолына таяқ алмай тығылып қашады. Ары қарай түсіндіруге қиын эпик басталады. Өйткені өздерің көрсеңдер жақсы. Сөйтіп бұл қуыршақ неге екені құрбандарының жүрегін жинаған екен. Және неге екені түсініксіз. Аяғы мынандай. Соңында қызды құтқарып, жанып жатқан үйге қарап кетеді. Мағынасын іздеудің де қажеті жоқ. Ал келесі анимация қызықты. Фотоның сол жағындағы адам. Аты осылай. Естеріңізде болса, бұл автордың мультигін көргенбіз. Ол бөліну деген мультик болған. Және адам қолымен мысық. Ақылды көрермендер ары қарай не болатын білетін шығар. Өйткені бастала салып, құртты көрсетеді. Бұл басты кейіпкердің үй жануары екен. Мультикте ол жалғызсырап, жай бөлмеде ары бері жүреді. Жануарын шикі етпен тамақтандырады. Және анда-санда тесіктен көрші тұратын әйелге қарайды. Тесік портреттің артында жасырылған екен. Қанша уақыт осылай қарап жүргені белгісіз, мүмкін бірнеше күн, мүмкін бірнеше жыл. Бірақ бізге көрсеткен күні ерекше сияқты. Өйткені дәл осы күні әлгі әйел асылуға шешім қабылдайды. Бұл кадрды көрсетпей-ақ қояйын, әйтпесе YouTube ренжиді. Сөйтіп біздің жігіт бұған таң қалмайды, жай ғана бұрылып, ойға батып кетеді. Бір кезде оған біртүрлі ой келіп, дәлізге шығады, әйелдің бөлмесіне кіреді. Біз әйелде жігіт сияқты бос өмір сүргенін көреміз. Ода төсек, сандығы болған екен. Жігіт сандығын ақтарып, маска және түрлі заттар табады. Фотода әйелі жас әдемі көрінеді. Әдемі екен. Ол фотоны қалтасына салып, әйелді өз үйіне сүйрейді. Неге десеңіздер, өз құртын әйелге салады. Бұл сіздер ойлаған нәрсе емес, ол әлгі үй жануар құрты. Иә. Артынан фотоны екіге айырып, өз фотосына қосады. Сөйтіп, ұйқыға кетеді. Таңертең төсек астынан мынау шығады. Кейін мынау екеуі төсекке жатып, осымен бітеді. Соңы не болғанын түсіндіре алмайтын шығармын, алайда кейбір нәрсені талқылайық. Бұл өз ойым. Автор ешқашан түсіндірмейді. Бұл жерде қарт адам жайлы сияқты. Қарт адамдардың көбісі жалғыз қалады. Фотода кейіпкер күліп тұрады, ал қазір ол жай ғана өткен шақтарын еске алуда. Әлгі әйелді айтсақ түсініксіз, бір-бірін таниды ма жоқ па білмейміз. Ол әйелді бұрыннан жақсы көретін шығар, бірақ сөйлесуге қорыққан. Фотосына қарасаң, басқаға кеуге тиген екен, ал кейіпкер сол үшін мұңаяды. Қысқасы білмеймін. Осымен бітті достар. Арнаға тіркеліп комментарий қалдырыңыздар. Қазақша YouTube дамысын.